інімді жатақханаға орналастырып, жанында жататын балалардың ата-аналарымен таныстым. Түсте осындай группа ашыпты, шошып кеттім. Супер ата-аналар бірінші курс. Енді пікірлерге өтейік. Студенттердің ата-аналары чат ашып не көрінді? Үй жұмысын жіберіп отырады ма? Олар самостоятельно өмір сүруге дағдылану керек қой. Ужас. Кейде оны топ тәлімгерлеріне ашқызады. Студенттер сабаққа келмей жүрсе, тәртібі нашар, тағы басқа немесе керісінше ата-аналарда сұрақтары болса, сол жерге жазалады. Мектеп сияқты бір жағынан университет талабы. Қайырлы таң деген гүлі бар стикер жасап ал енді. А то онсыз никак. Мамамыз ауылдан колледжге апарып кетіп қалған. Дальше өзіміз адасып үйрендік қой. Ата-аналар жиналысы тұрмақ WhatsApp группа болмапты 2016-да. Колледж болса түсінікті, ол жаққа 18-ге толмаған балалар тез ғой. Осы бізде ғана перваш кезде ата-аналар группасы болмады-ау. Эдвайзер мен ата-ананың дым байланысы жоқ еді ғой біздің кезде. Суперлер ме бірден дейді. Ойбай, 18-дегі балаларға не керек бұл? Суп сөзін қосыңыздар. Супер ата-аналар боласыздар. Үйдің ортаншысымын. 16 жасымда универге түстім. Папа мен мама да келген жоқ. Алматыға автобусқа салды да жіберді. Дым уайымдамағанда мен еще өзім звондаймын. Звондау жоқ қой, не істеп жатсың, общага орналастың ба деген жоқ қой. Маған сен өлмейсің ғой, наның табасын, сендік саған дейді. Тура менікіндей болыпты ғой. 2014-те Арқалыққа түстім. Автобусқа өзім мініп кеттім. Астанадан әпкем күтіп алып, Арқалыққа автобусқа салып жіберді. Солай бейімделіп кеттім. 5 баланың ішінде ортаншысымын. 5 жастан 1-ші сыныпқа бардым. 16 жасқа мартта толып майда мектеп бітірдім. Лично өзімнің әке-шешем түскен универімнің де түрін көрмеген, не то что кураторлар. Даже кураторға жарымаған группада оқитынымды да білмеді ғой. Супер дейді, күліп жатыр барлығы. Группа аз еді ма дейді. Мен оқуға түскенде папам немесе мамам келмегенде, общежитие бермей қойған соң ғана мама амалсыздан келген. До того бәрібір болған ғой. Қазірлер сұмдық қой, 1-ші курс ата-ана чаты несі? Неге студенттерде ата-аналар чаты бар? Ойбай, мынандай группада бола ма не? Былтыр қызымды Алматыға оқуға түсіріп, квартира снимать етіп қайттым. 1-ші курс аяқтап тауда 2 апта практикада болып қайтты. Ондай ата-аналар группасы тұрмақ, кураторын да көрмегем. Ата-анамыз студенттердің ата-анасы түгіл, кіммен оқығанымызды да білмейді ғой. Менің мама-папам кураторымды танымайтын еді. Мама-папа емес, өзімізде куратор дегенді білмей өттік қой дейді. Кезінде біз 15-16 жасымызда оқуға түсіп, ата-анамыз бір рет құжат тапсыруға